Жан құрбы. Жаздың ми қайнатар ыстығынан қашып, көлеңкені қуалап келе жатқан екеудің арманы асқақ. Соңғы емтихандарын тапсырып, Ділнар мен Париза қайда барып жоғары білім алуға болатынын ақылдасып келеді. Париза 10 жыл бойы Ділнардың айтумен жүріп, үйреніп қалғандықтан, Ділнар, қайда барсақ та бірге барайықшы, сонда екеуміз ауылға да бірге келіп кетеміз, деді. Аққұба өңі ыстықтан қызарып, мұрнының үсті терлеп кеткен Ділнар. Париза, келістік қой. Апаңа айтасың, облыс орталығында оқымаймын деп. Менімен кетемін десең қарсы болмас, деп ойлаймын. Ал өзім тек Алматыда оқығым келеді. Былтыр жазда сен барып келдің, ал мен Алматыны көрген емеспін. Негізі Алматыда әкемнің інісі тұрады екен, бірақ ол кісілер бізбен араласпайды ғой. Әкеме былтырдан бері Алматыда оқимын деп айтып жүрмін. Не деді Алматыда оқимын дегеніңе? Үндемейді, білесің ғой әкемнің мінезін. Апам не айтса, сол болады ғой біздің үйде. Ал апам бара бер, өз күшіңмен түссең оқырсың, түспесең қалада не көп, жұмыс көп, жұмыс істерсің деп отыр. Қандай жақсы. Менің апам бәрін әкең шешеді. Ақша тауып беремін десе барарсың, деді. Негізі Алматы өте әдемі, биік. Тауларын айтсайшы. Былтыр барғанда ағам апам екеумізді әбден аралатты. Келгесін өзіңе бәрін айтып беріп едім ғой, деді Ділнәрге. Иә, сен барып келгелі Алматыны түсіме көремін ғой. Шыңында қар жататын тауға адамдар шығалама екен. Оқудан қолымыз босағанда екеуміз шығып көреміз, деді Ділнар қиялға беріліп. Ділнар, қайдағы адам? Ұшақтың өзі шыға алмайтын шығар, тым биік. Тауды қойшы, барғанда көрерсің, қандай биік екенін. Одан да қандай оқуға барамыз, кім боламыз, соны ақылдасайық та. Әкеме Алматыға мынандай оқуға барамын, кейін бітірген соң мынандай маман боламын десем, мені оңайшылықпен жібере қоймайды-ау. Париза, бәрін қойшы, одан да ертеңгі бітіру кешін айтсаңшы, менің киетін көйлегім қандай болар екен? Анау әдемі болып бізге мұрнын шүйіріп жүргендерден озып кетсем жақсы болар еді, деді Ділнар Паризаның оқу туралы сөздерін бөліп. Ділнар, сен өзің аппақ, бойың ұзын қызсың. Алған көйлегің де әдемі жарасып тұр. Мен ғой мұнда қап-қара, бойым да сенікіндей сұңғақ емес, әдемі болмай қаламын ба деп қайғыру керек болса, мен қайғыру керекпін, сен емес. Бірақ менің ауылда ғашығым жоқ, сондықтан маған бәрібір, деді қолын бір сілтеп. Содан құрбысының бетіне қарап, ертең сені Болат биге шақыратын шығар, деді. Әрине шақырады, мектеп бітіру кешінде ең әдемі қыз мен боламын ғой, деді күліп. Күндегідей әппақ армандарға толы әдемі әзіл қалжың әңгімемен Паризаның есік алдына жетіп, қос құрбы қоштасып тарқасты.
Апа, Ділнар Алматыға барып оқиды екен. Мен де бірге барайыншы. Ол жақта ағам бар ғой. Жалғыз болмаймын. Құдай қаласа ағаң келесі жылы дипломын алады. Қайтамын деп отыр. Сол кезде сен жалғыз қаласың ғой. Үлкен қалада. Заман болса мынау, қазір үлкен қаланың бәрінде рэкет бандылар шығыпты дейді. Соны естімеймісің? Қыз балаға не керек алысқа оқу іздеп бармай-ақ қойшы сол Алматыға. Әне 3-4 сағаттық облыс орталығына барып білім алсаң да жетпей ме, деді жібергісі келмейтінін аңғартып. Апа, елдің түк оқымаған қыздары да Астанаға оқуға кетіп жатыр ғой. Оған қарағанда мен жақсы оқыдым. Өз күшіммен оқуға түсе аламын деп ойлаймын. Ділнар да Алматыға барады. Екеуміз бірге барып бірге келеміз, деді. Қызым, басқадан емес, сол Ділнарыңнен қорқамын-ау мен сенің. Әкеңмен сөйлесіп көрейін, не дер екен? Деп ыңғайына қарай жығыла бастаған шешесін бетінен шоп еткізіп сүйіп Пәриза мәз болды. Апасы сөйлесемін десе, әкесі қарсы болмайтынын, ағасы да бұның сөзін сөйлейтінін біледі. Қуанғанынан секіріп көрші тұратын Ділнардың үйіне қарай жүгірді. Ділнар, апам әкеммен сөйлесетін болды. Мен де сенімен бірге Алматыға барамын, деді Пәриза мәз болып. Әкеммен сөйлесетін болды деп адам қуана ма? Өзің сөйлесе бермейсің бе әкеңмен? Сендердің үйде қызық, бізде керісінше, апаммен сөйлессек болды. Апам рәулет қой. Қос құрба Алматыға келгесін Пәризаның ағасымен ақылдаса келіп, экономист мамандығына құжаттарын тапсырды. Ділнар конкурстан өте алмай қалды да Пәриза студент атанды. Ділнар, енді сен ауылға қайтып кетесің бе? Сен кетіп қалсаң, мен қалай жалғыз қаламын, деді Пәриза. Құрбысының жағдайын білген кезде мұңайып. Жоқ, қайтпаймын. Осында жұмыс істеп келесі жылы тағы тапсырамын. Бірақ ауылға екеуміз бір жерде оқып жатырмыз деп айтамыз. Ешкімге, апаңа да, ағаңа да тіс жарушы болма. Мен жайында, деді. Мақұл, бірақ сен қайда тұрасың? Мен жатақханада екеуміз бірге тұрсақ деп едім. Бөтен адамдармен қалай тұрамын? Апаңа айтарсың, жатақханада орын жоқ екен деп. Сонда екеуміз пәтер жалдап бірге тұратын боламыз, деді Ділнар. Қыздарының тегін оқуға түскенін естіген ата-аналары пәтер ақысын төлеп тұруға келісе кетті. Ділнар оқуға түспей қалғанын ешкімнің білмегеніне, ал Пәриза Ділнардың қасында қалғанына мәз. Ділнар Пәриза оқитын институтқа лаборант болып жұмысқа кіріп алды. 11 жыл бірге оқыған құрбысының студенттік өмірі осылай басталды. Пәриза, мен қашықпын. Таксиден түскен кезде машинаның есігін ашып, қолынан ұстап шығаратын мәдениетті жігітпен таныстым, деді. Қолында бір жоқ гүлі бар Ділнар пәтерге кіре сала Пәриза күліп. Мә, Ділнар, сен шаршамайды екенсің.
Ертең-ақ беті құрсын, аяғы сасық, қолы кір деп шыға келесің ғой. Құдай үшін әлі ғашық болмай тұра тұршы. Жалынамын саған, деп құрбысын күлдірді Пәриза. Жоқ, осы жолы шынымды ғашығымды тапқан сияқтымын. Керемет, қарашы, берген күлі қандай әдемі. Ал әдеміліктің ақша тұратынын жақсы білесің. Былғары күртка киген, талтаң-талтаң етіп, қалтасынан қолын шығармайтын рекетирлерден әбден шаршадым. Ал мына жігіт мүлдем басқа. Ертең тағы жылап отырма, жігіттердің бәрі арам, деп Ділнар. Ертең диплом алуға барамын. Менімен бірге барасың ба? Әрине барамын. Елге мен де сурет көрсетуім керек қой. Диплом алдым деген. Ертең сенің дипломыңмен чик-чик етіп суретке түсіп аламын да, диплом алғанда деп көрсете қоймаймын белге. Мә, Ділнар, елге сенің дипломың керек жоқ-ау. Өзің айтпасаң, сенің студент екеніңді елдің бәрі ұмытып кеткен сияқты ғой. Айтпас, сен ғой. Оқудың түбін түсіретіндей бір дипломмен тоқтамай, магистратура, бәлен, бәштан деп оқи беретін. Сенен қаламба деп мен де жүрмін ғой елге өтірікші болып. Сен дипломнан коллекция жасауды ұйғарсаң, мен жігіттерден жасаймын деп шештім. Менің қолымнан оқығаннан гөрі жүрген жақсырақ келеді екен. Яғни, менің өмірге келгендегі миссиям шамасы жігіттермен жүру болса керек. Қойшы, бір күні осы қалпыңда жақсы көретін жігіт кездесер. Негізі мінезі ашық жарқын қыз жігіттерге ұнайды ғой. Әрине ұнайды. Оларға ашықтықтан жоқ демейсің. Мә, Ділнар, сен ғашық болып жатасың ғой. Олармен ақшаға емес. Ол екеуі екі басқа дүние. Пәриза құрсын, ертең дипломды алуға кешігіп барамыз. Жатайық. Ойбай, сенікі деппін ғой. Менікі анау-мынау емес, магистратура бітірдік деп айтқанға да қандай жақсы. Пәриза 80-ге келген кемпірдей өмірі үйден шықпаушы едің. Қайғыммен бөлісейін деп келсем, сен жоқсың тағы. Тағы жігітсіз қалдым. Осы маған есі дұрыс жігіт кездеспейтін болды. Мәдениетті дегенім таза алқаш екен. Ал сен түнімен қайда болдың? Деді жексенбі күні түске таман үйге келген Пәризаға Ділнар. Ділнар, кейін сөйлесейікші, деп төсегіне барып басын бүркіп жата қалды. Кеше кешкісін жігітімен кездесуге кеткен құрбысының әңгімесін естімей көне қалатын Ділнар ма? Немене? Не дейді мына қарағым? Кездесу қалай болды? Мынау не жатыс? Бұратылып. Кәне тұр, кеше неге келмедің? Теріс қарамай айтсаш? Сен қыз бірдеңе бүлдіргенсің-ау. Байқаймын, деп құрбысын жұлқылап өзіне қаратып алды.
Жұлқыламашы, ештеңеге шамам жоқ. Бүкіл денем ауырып тұр. Құрсын енді, деді. Мәссаған. Үйленбей жатпаймын дейтінің қайда? Ойпырмай, сені осына түсірген мынау бір керемет жігіт шығар. Сені көндіру деген ерлік қой. Ал басынан айт. Қалай болды, деді Ділнар Паризаның төсегіне ыңғайланып отырып жатып. Өзің білесің ғой, жүргенімізге 1 жылдай болды. Кеше үйленеміз деп Ақажға құжат өткізуге арнайы еңбек демалысын алып келіпті. 1-2 аптада әке-шешесі құда түсіп келеді. Апам мен оның апасы телефонмен сөйлесіп келісіп қойды. Мәссаған, үндемей жүріп Ақажға құжат өткізіп келдім десеңші. Сен Алматыда, ол Айдаладағы гарнизонда. Телефон алло деп те ғашық болуға болады екен ғой. Өмір бойы қасыңда жүрген менімен де таныстырмайын дедің, деді бұртиып. Мен таныстырмаймын деп қашып жүрмін бе? Өзің ғой ол келген кезде қаңғып кететін. Білесің ғой, әскери адам бір күнге келеді де кетеді. Қай уақытта сенімен таныстырамын. Жаңа үйге дейін шығарып салды да, сен үйде деген соң ұялып кетіп қалды. Ділия, ол сондай ұялшақ. Мәссаған, келіп тұрып кірмей кетті ме? Мен оны жеп қоям ба? Айтпайсың ба? 25 жыл бірге келе жатырмыз. Әлі ешкімді жеген жоқ, адам жемейді деп. Бұл жігіт сенің ағаң болмаса өмір бойы қызметсіз өтетін адам екен. Де, екеуің бір-біріңнен өткен ұялшақ екенсіңдер. Қалай отбасын құрмақсыңдар, деді Ділнар күліп. Жуастан жуан шығады деген қанша жігіттің арманы болған, сені көндіріпті. Өстіп адам болып кетесіңдер енді, деді көзін қысып. Ділнар, мен сенімен ес білгелі бірге тұрып келемін ғой. Қалай сенсіз өмір сүреді екенмін, а? Ойлашы, қалай тұрады екенмін. Олжас та онша сөйлемейді, мен де сөзге жоқпын, деді Ділнарға қарап. Қастарыңа алып алыңдар мені. Екеуіңнің ортаңда жүрейін. Зуылдап. Іштерің пыспайтын болады. Бірақ қойш құрсын. Айдалада гарнизонда не істеймін, деді. Ділнар, саған айтпаппын ғой. Басты жаңалықты. Біз үйленген соң Олжасты Астанаға ауыстырады екен, деді мақтанышпен Париза. Қойшы, әй, онда міндетті түрде екеуіңмен бірге кетеді екенмін. Ақыры мені алайын деп жатқан есі дұрыс жігіт жоқ. Ал анау жүрген жігіт сымақтар өзім сияқты жалқаулар. Оларға тисем өмір бойы Алматының әр бұрышында пәтер жалдап өтермін өмірден. Олжастың достары жоқ па екен, мен алатын, деді Ділнар қалжыңдап. Білмеймін, басында айтып едім, өзің ғой. Гарнизонда қаңғыған
лейтенантты не істеймін деген. Содан сұрамадым. Әй, мен қайдан білемін? Гарнизонда қаңғып жүрген лейтенант сонау Астанаға ауса қалатынын. Мә, жаңалықтың көкесі сенде екен. Құрсыншы, есі дұрыс бай тауып тию үшін Олжаспен танысу керек болды ғой. Бірдеңе етіп таныстырсаш бізді, деді. Ол шақырғанға келе салмайды-ау. Бір-екі күнде апасы да келу керек Алматыға. Құдалыққа кит-мит аламыз, деді. Сонда Олжас Алматыда ма? Баяғыдан айтпайсың ба? Мен оны кетіп қалған шығар десем, деді Ділнар Паризаға қарап. Жоқ, осында еңбек демалысына шығып келді. Сен не менің айтқандарымды жүре тыңдайсың ба? Өткеннен бері айтып жүрмін ғой, деді наздана. Ділнар Паризаның бетіне қарап ойланып тұрып. Дұрыс, онда былай істейік. Олжаспен және достарымен танысу үшін осы сенбі менің туған күнімді жасайық. Жындыма, сенің туған күнің күзде емес пе? Оны Олжаспен достары қайдан біледі? Сөйтіп достарымен де, сенің ұялшақ жігітіңмен де танысып алмайын ба? Алматыда оның достары жоқ қой. Сен айтсаш, гарнизоннан есі дұрыс деген жігіттерді шақырсын менің туған күніме. Қой, кейін сенің туған күнің күзде екенін білгенде ұят болмай ма? Осы Париза, сен әдейі істейсің бе, әлде шынымен осындай ақымақсың ба? Кейін менің туған күнім күзде екенін білсе, сенімен ажырасып кете ме? Ол кезде бір кеш болады. Бәрі кеш болады. Ең бастысы менің бақытым емес пе? Мақұл, айтып көрейін. Париза жалғыз құрбысының туған күніне достарын ертіп келмесең, маған қатты ренжимін. Ал достары келе алмайтын болса ше? Ол енді Олжас екеуіңнің мәселең. Сендерге туған күн иесі жалғыз отырғаны ұнаса отыра беремін, деп аузын бұртитып төсегіне барып жатты. Қанша жыл бірге тұрса да Париза Ділнардың мінезін түсінбей-ақ өтетін шығар. Қазір күліп отырып жылай салады, жылап отырып күле салады. Бір жігітпен бір ай жүрген емес, танысқан күні одан артық адам өмірде жоқ болып шығады. Білісе келе көңілі тез суып, әйтеуір бір мін тауып араласпай кетеді. Біресе қолтығы сасық, біресе қалжың түсінбейді. Әйтеуір сылтаулары көп. Бір күні әп-әдемі, өзі армандағандай қаланың бақуатты жігітімен танысып, басқаларға қарағанда ұзағырақ жүріп, көбелектей ұшып қонып, бақыттан басы айланып жүрді. Паризаға: қыз дайындала бер, қыз жолдас боласың, өмірлік жарымды тапқан сияқтымын, деді. Құдайға шүкір, міні жоқ жігіт табылған екен, деп Ділнардан артық қуанып жүрді. Жексенбі күні жігітімен саябаққа қыдыруға кеткен Ділнар көп өтпей түрі бұзылып қайтып келді. Ділнар, неге ерте келдің? Не болып қалды? Жігітің келмейтін болып қалды ма? Деп бұл
аст үстіне түсіп бәйек болды. Пәриза той болмайтын болды. Қорқақ жігіттерді жек көремін. Жаңа саябақта қыдырып жүргенбіз. Менің белімнен құшақтап келе жатқан. Бір кезде талдың арасынан бір ит жүгіріп шығып еді. Мені құшақтап келе жатқан жігітсымақ секіріп менің артыма тығылып қалды, деді де жігітінің қылығы ойына түсіп күліп жіберді. Енді кейбір адамдар иттен қатты қорқады. Оларды қазақта төбесінен түтін шығып тұрады деп айтады ғой. Онда тұрған не бар? Сол үшін әпетем жігітке тимей қоясың ба? Шаңқай түсте иттен қорқып менің артыма тығылған жігіт қиын қыстау кезде мені тастай қашар құрсын, байсыз өтсем де. Осылай екі құрбы екі түрлі көзқараспен 25-ке де келіп қалып еді. Туған күніңізбен құттықтаймын деп Ділнәрге Олжас бір шоқ гүл берді де көздері түйісіп қалды. Жігіт көзін тайдырып әкетті де қызарып шыға келді. Ділнәр басынан аяғына бір қарап шығып, рахмет, кіріңіздер. Бәсе, Пәриза бір жыл бойы неге тығып көрсетпей тұр десем, деп сықылықтап күлді де гүлді құмыраға салудың қамымен басқа бөлмеге кетті. Достарымды күтіп кішкене кешігіп қалдым деп жақындап келді де Пәризаны сүйерін не қол беріп амандасарын білмей қипақтап тұрып қалды. Сендер әлі бір-біріңе жақындай алмай тұрсыңдар ма? Жақындау үйленетін жұпқа ұқсамайсыңдар ғой, деді сыртынан екеуін бақылап тұрған Ділнәр. Пәриза мен Олжас ұрлық үстінде ұсталғандай қызарып кетті. Ділнәр екеуіне қарап тағы сықылықтап күліп алды да: бір-біріңді қалай тапқансыңдар? Қызарғандарыңа дейін ұқсайды екен, деп Олжас пен достарын басқа қыздарға таныстырып, кештің басталатынын білдіріп, жиналғандарды дастарханға шақырды. Туған күн дастарханы әдемі тілектермен, жақсы әзіл қалжыңдармен көмкеріліп, ортасы жастардың жарасқан бимен жалғасты. Келген қонақтардың бәрі бір-бірін бұрыннан білетіндей, қос құрбы олардың көңілін тауып, тамаша бір есті аларлықтай қызықты кеш болды. Пәриза, сенімен ашық сөйлесейін деп едім, деді туған күннен кейін 2 күн хабарсыз кеткен Олжас. Түрің қашып кетіпті, ауырып тұрғансың ба? Деді Пәриза көзі кіртеп, бір түрлі болып тұрған Олжасқа қарап. Жоқ, денсаулығым жақсы, бірақ, деді де қипақтап төмен қарап отырып. Пәриза, мені кешірші, сенің алдыңда кінәлі екенімді түсінемін, бірақ мен Ділнәрді жақсы көріп қалдым, саған үйлене алмаймын, деді. Олжас, сен не айтып кеттің? Ділнәрді сен бір-ақ рет көрдің ғой, оның қандай адам екенін де білмейсің. Ол мен сияқты таза қыз емес, әркімнен қалған қаншық, және ол екеуміздің ортамызда
болған нәрседен де хабардар, деді өз-өзін әрең ұстап. Маған Ділнардың қандай адам екені бәрібір. Мен оны бір көргеннен ұнаттым. Кеше уәлес билегенде онсыз өмір сүре алмайтынымды түсіндім. Пәризаға дүние дөңгеленіп түскендей болды. Алдында сүмірейіп отырған жігітті ұрып жібергісі келді. Бірақ жұмыстың қасындағы шағын кафеге кіре салған. Айналасына танитын адамдар жүр. Шіркін Ділнар сияқты өзін еркін ұстап, ойына келгенді істеп алып ұнамаса қарама деп айғайлай салатын мінезі болса ғой. Ал мен не істеймін, деді де қыстығып жылап жіберді. Білмеймін, саған да өліп қашық болатын жігіт кездесетін шығар. Қош сау бол, деп кафеден шығып жүре берді. Отырған орнында мелшиіп отыра берер ме еді? Даяшы бірнеше рет келді. Ары қарай отырудың реті қалмаған соң, Пәриза сүйретіліп пәтерге әрең жеткен. Соңғы үміт Ділнарде. Мүмкін үйде болар, мүмкін білмейтін болар. Білсе ол жасқа құрбымды алдаған суайтпен ешқандай қарым-қатынас жасауы мүмкін емес. Жоғал дер. Олжас мүмкін ойланар. Ол Ділнарды мен сияқты таза қыз деп ойлап қалған шығар. Оның қандай екенін білгенде шешімін өзгертер. Мүлдем келмесе ше. Енді бұл кімге керек? Әке-шешесінің бетіне қалай қарайды? 25-ке келіп алданып қалдым десе кім сенеді? Опасыз екен, бұндай опасызға қайдан кездесті екен, ә? Жұмысынан 15-20 минутта жететін үйіне 1 сағатта сүйретіліп әрең жетті. Кілтімен есікті ашып кірген кезде пәтердің іші босап қалғандай көрінді. Жайлап ішке кіргені сол. Үстел үстіндегі бір парақ қағазға көзі түсті. Аяқ-қолы дірілдеп отыра кетті. Пәриза, кешір алсаң кешір. Мен де Олжасты бір көргеннен ұнатып қалдым. Қош сау бол. Сенің де өзіңді бір көргеннен құлай сүйетін қыз емес екеніңе қарамай, үйленем дейтін жақсы адам кездесетініне сенімдімін. Иә, менің көрінгеннен қалған қаншық екенімді айтып бергеніңе де рахмет. Әйтпесе қашан біліп қояды деп дірілдеп жүрер ем. Қазір бетім ашық. Біреуді алдап арбамай, өмірімді таза беттен бастауға көмектескеніңе 1000 бір рахмет деп хат жазып қалдырыпты 25 жылдық жан аяспас құрбысы.